Сәлем баршаңызға. Қазір біз қазіргі таңдағы хит болып жатқан ең дәмді десерттің бірі трайфлды дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, қолда бар заттармен жасалады. Өзім тәттіні жақсы көретіндіктен корждарына шоколад қосуды жөн көрдім. Ең біріншіден сары маймен жаңағы Қазақстан шоколадын микроволновкаға ертіп аламыз. Шоколадымыз ерігенше қант пен жұмыртқаны жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Жаңағы қант пен жұмыртқа массасы жақсы көлем бергеннен кейін үстіне еріген шоколадымызды қосамыз да жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ол ұн, какао және ұн қопсытқыш. Бұларды алдын ала елеуіштен өткізіп аламыз. Жақсылап миксерлеп араластырғаннан кейін алдын ала майланған духовканың листіне құйып 180 градуста 1-10 минуттай пісіріп аламыз. Корждарын осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Енді осы трайфлымыздың кремін дайындаймыз. Оған сүзбелі ірімшік, кілегей және де қант ұнтағы қажет. Ең біріншіден сүзбелі ірімшікті жақсылап миксерлейміз. Содан кейін үстіне қант ұнтағын және кілегейді қосып, жақсы крем болғанша араластырып миксерлейміз. Десертіміздің кремін заварной, я болмаса пломбирный қып жасауға болады. Әркімнің өз қалауынша жасалынады. Міне піскен коржымыз суыды. Қараңыздар, өте жұмсақ болып пісті. Енді осы коржымызды тұрған ыдысында осытып үгітіп аламыз қолмен. Ендігі кезекте өзіміз қалаған ыдыста трайфлымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды, сосын крем, одан кейін үстіне ганашымызды құйып жасаймыз. Трайфлым шоколадно-банановый болсын деп, мен ішіне банан қостым. Не болмаса өз қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Бананды қоспай қойсаңыздар да болады. Енді ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін ысыған сливкидің үстіне шоколадымызды салып, осытып ерігенше араластырамыз. Дайын ганашымызды жаңағы трайфлымыздың үстіне құйып, өз қалауымызша әсемдейміз. Міне біздің шоколадты банан десертіміз дайын, өте дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер, ешқай торттан кем түспейді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.